Оқу жылының басында 6 сыныптың сынып жетекшісі бұрынғы 5 сынып оқушыларының алдында тұрды. Балаларына қарап, барлығын бірдей жақсы көретінін, оларды көргенде қуанатынын айтты. Бірақ бұл үлкен өтірік еді. Өйткені партаның бірінде мұғалімге ұнамайтын бір бала отырды. Ол оны барлық оқушылар сияқты өткен оқу жылында да кездестірді. Сол кезде де оның өз сыныптастарымен ойнамайтынын, лас киім киіп, ешқашан жуынбағандай болып жүретін. Уақыт өте келе, мұғалімнің бұл оқушыға деген көзқарасы нашарлап, дәптеріне жазылған барлық жазуды қызыл сиямен сызып, оған нашар баға қоятын дәрежеге жетті. Бірде мектеп басшылығы мұғалімнен бүкіл оқушының мінездемесіне сараптама жасап беруді тапсырды. Бірақ мұғалім әлгі оқушының құжатын соңында қараймын деп мән бермей қойып қояды. Бірде мұғалім соңғы қойылған құжатқа көзі түсіп, ішін оқып, не істерін білмей қалады. Сөйтіп, бастауыш сыныптағы мұғалімдерінің балаға берген мінездемелерін түгел оқып шығады. 1 сыныптың мұғалімі былай дейді: бұл бала үй жұмысын өте сауатты орындайды. Үнемі үсті-басы мұнтаздай таза жүреді. Үнемі күліп жүретін бала. 2 сыныптағы мұғалімі былай депті: 2 сынып оқып жүргенде қатарластары бұл баланы өте құрметтеді. Бүгінде отбасында көп қиындықтар орын алуда. Оның анасы жазылмайтын аурумен ауырып, өліммен арпалысып жатыр. Алайда бала ешқашан мұны білдірмейді. 3 сынып мұғалімі былай дейді: бала 3 сынып оқып жүргенде анасы ауыр науқасынан қайтыс болды. Бала қанша тырысса да, әкесі баласына ешқашан назар аудармайды. Бұлай бола берсе, мұның біліміне, тәрбиесіне қатты әсер етуі мүмкін, делінген. 4 сынып мұғалімі: баланың сабаққа қызығушылығы жоқ, жауапсыз, ешқандай достары жоқ, сабақ үстінде үнемі ұйықтап қалады, делінген. Сынып жетекшісі осы мінездемелерді оқып отырып, өз-өзінен ұялды. Содан соң өткен кезі есіне түседі. Ұстаздар күнінде барлық оқушылар сынып жетекшісіне ақ бантикпен жылтыратып сыйлық орап берсе, ал бұл оқушы өте жұтаң, қағазға оралған сыйлықты береді. Сынып жетекші баланың сыйлығын ашып қараса, моншақтары түсіп қалған білезік, құтысының түбінде ғана қалған әтір екен. Барлық оқушылар мысқылдап күле бастайды. Сынып жетекшісі керісінше қолына білезікті тағып, үстіне қалған әтірді сеуіп алады. Содан соң бала сабақ біткен соң мұғаліміне былай дейді: апай, сіздің үстіңізден анамның жұпар иісі аңқып тұр, дейді де бала сыныптан шығып кетеді. Сол кезде мұғалім ұзақ отырып жылайды. Ертеңнен бастап мұғалім әдебиет, математика, тағы басқа сабақтардың басымдығынан гөрі балаларға мейірімділікке, бауырмалдыққа, жанашырлыққа үйрете бастайды. Содан бастап әлгі баланың өмірі өзгере бастайды. Оқу жылының соңында бала үздік оқушы атанады. Мұғалім барлық баланы жақсы көрсе де, әлгі балаға ерекше қамқорлық танытып тұрады. Әлгі оқушы мектеп бітіру кешінде үздік аттестат иегері атанады. Ардақты ұстазым, сіз менің анамда әрі ең жақсы мұғалім болдыңыз. Арада 5 жыл өтті. Мұғалім әлгі шәкіртінен күтпеген жерден хат алады. Ардақты ұстазым, сіз менің анамда әрі ең жақсы мұғалімім болдыңыз. Мен колледжді үздік бітірдім. Сіз менің әрдайым анамдай болған ұстазымсыз. Мен қандай қиындықтарға да қарамастан университетті үздік бітірдім. Әлі де сіз менің өмірдегі ең жақсы мұғалім болып қаласыз. Мен білімімді одан әрі жетілдіріп, өмірімдегі арманыма қол жеткіздім. Аты жөнімнің алдында бас дәрігер деген сөз тұрды. Әлі де сіз менің ең жақсы мұғалімім болып қаласыз, депті. Әкесінің 2 жыл бұрын өмірден озғанына, бір қызбен танысқанын, сол қызға үйленетінін жазады. Сөйтіп мұғалімін өзінің тойында
анасының орнына шығуға шақырады. Сізге көп рахмет, мені осы өмірге керек адам екенімді сезіндіргеніңіз үшін, жақсы мен жаманды ажырата алғаным үшін, өз күшіммен барлық нәрсеге қол жеткізгенім үшін, деп жазады. Мұғалім бұл сөзді естіген кезде жылап тұрып былай дейді: жоқ, қателесесің. Мұның барлығын сен маған үйреттің. Керісінше, өмірдің ағы мен қарасын ажыратуды мен сенен үйрендім.